Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі көпшілік. Өздеріңіз білетіндей 2017 жылдан бастап Қытай билігі Шығыс Түркістанда геноцид жүргізді. Лагерлерге қамады, ұзақ жылдарға соттады, тегін еңбектерге жекті. Бұның мақсаты сол жердің жергілікті ұлты болып саналатын қазақ, ұйғыр қатарлы ұлттарды түбегейлі жою, яғни ұлтты жою саясаты. Біз сол кезде Қазақстанда бірінші сол жақтағы туыстарымыздың құқық мүддесін қорғау мақсатында, екіншісі Қытай билігінің жасап отырған қылмысын әлемдік қауымдастықтың алдына алып шығу мақсатында, Қытайдың осы геноцидін тоқтату мақсатында атажұрт еріктілері болып ұйысып, ақпараттық жұмыстарымызды бастадық, әрі дәлелдер, дәйектер жинадық. Әрине, біздің бұл істерімізде үлкен нәтижелер берді. Бұның нәтижесі ретінде атап айтсақ, Америка бастаған 11 мемлекет Қытайды геноцид жасап отырғандығын тұрақтандырып қарар алды. Біріккен ұлттар ұйымы 2018 жылы Қытай билігі Шинжаңда 1 миллионнан артық бейбіт бұқараны лагерлерде ұстап отыр. Осыны тез арада босату керек деген қарар шығарды. 2022 жылы Біріккен ұлттар ұйымының кісілік құқық комитеті Қытай билігі Шинжаңда геноцид және адамзатқа қарсы қылмыс жасап жатқан болуы мүмкін деген қарар шығарды. Бұл жердегі мүмкін деген себеп үкімді сот шығарады деген қалтырып отыр. Енді Қытайдың билігі осы жұмыстарда белсенді жұмыс атқарған атажұрт еріктілерінің мүшелеріне бірінші. Екінші, Қытай лагерінің куәгерлеріне. Үшінші, Қытайдағы туыстарының құқық мүддесін қорғау үшін арызданған арызданушы бұқараға жау көзбен қарап, бұларды террорист деп өздерінің ішінде осы күндері түрлі шекара бекеттерінде Қытайға өтетін Қазақстан азаматтарының телефондарын тексеріп, оларды 24 сағат бойы тергеуге алып, кері қайтарып, Қытай шекарасынан ары қарай кіргізбей отыр. Олардың құқық мүддесін таптап отыр. Біз ешқайсымыздан атажұрт еріктілері болып ұйысқан осы топтың белсенді мүшелерінің барлығын Қытайға кіру құқығынан айырып тастаған. Одан сырт 2017 жылдан бері қарай ол жақтағы туыстарымызбен байланысымыз мүлде үзілген, телефонда да сөйлесу мүмкіндігінен айырылғанбыз. Ендігі жерде шекарада Қазақстан азаматтарының кез келген азаматтарын тінтіп, телефондарын ақтарып, және осындай өрескел заң бұзушылық жасап отыр Қытай билігі. Біз ешқашанда заң бұзған емеспіз. Біз ешқашан террорист емеспіз. Қазақстанда 2019 жылы біз заңды ұйым ретінде тіркелгенбіз. Енді қазіргі Қытайдың істеп отырғаны ол Қазақстанды көзге ілмеушілік. Біз Қытай территориясында ешқандай Қытайдың заңын бұзушылық жұмыстарын істеген емеспіз. Қазақстан территориясында да істеген емеспіз. Онда бізді қалайша террорист деп айыптайды. Біз және бізге қатысты тіке туысқандарымыз қалай таныс біліске дейін телефонынан біздің нөміріміз шықса, дереу олар Қытай территориясына кіру құқығынан айырылады. Осындай өрескел заң бұзушылық болып жатқан кезде біз енді қарап жатпай, жоғарғыдай құқықтар бұзылып, Қытай территориясына кіре алмай, Қазақстанда жүрсе де тексеруге алынып жатқан адамдар жаппай арызды бастау керек. Әлемдік ақпарат арқылы әлемдік қауымдастықтың назарын аударып, Қытай билігінің және де бір реткі
үлкен адам құқығын таптау ісімен шұғылданып жатқандығын әшкерелеуіміз керек. Менің аты жөнім Ербол Дәулетбекұлы. Менің WhatsApp нөмірім 8705-180-66-68. Арызданушы кісілер, құқығы бұзылған кісілер маған хабарласыңыздар.